Қайырлы таң оқушылар. Математика пәнінен 121 сабақ фигуралар салу тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымызда ауылға саяхат жасаймыз. Балалар, сабағымыздың мақсатын менімен бірге қайталаңыздар. Мен фигуралар сызуды және периметрін есептеуді үйренемін. Ендеше балалар, мына суретке қарайықшы. Бұл қай жер? Бұл жерді қалай атайды? Және бұл жер жайында өз білетіндеріңді айтыңдар. Балалар, бұл ауыл, ауылда өздеріне белгілі мал шаруашылығымен, егін шаруашылығымен айналысады, Ендеше бірінші осы тапсырмаға қарайық. Үй жануарларына арналған қоршаудың периметрін есепте. Оны әртүрлі тәсілмен есептеп таба аласың дейді. Балалар, қандай тәсілдермен есептеп таба аласыңдар? Біз өткен сабақта фигуралардың периметрін табу үшін әртүрлі тәсілдермен танысқан болатынбыз. Соларды есімізге түсірейікші. Ендеше периметрді табудың формулаларын тағы да бір есімізге түсіріп алайық, Периметрді табу үшін бірінші А қабырғасы мен екінші Б қабырғасын қосып алып, оны 2-ге көбейтіп периметрін таба алады екенбіз. Және екінші тәсілі, егер берілген фигурамыздың қабырғалары 4 қабырғасы бірдей болса, оны 4 қабырғаның біреуін өлшеп алып, оны 4-ке көбейтуімізге болады екен. Келесі үшінші тәсіл. Егер фигурамыздың қабырғалары әртүрлі болса, оларды әртүрлі латын әліпбилерімен белгілеп, яғни олардың метр, сантиметрлері белгілі болса, барлық қабырғаларын бір-біріне қосу арқылы периметрін таба алады екенбіз. Ендеше балалар, қояндарға арналған қоршаудың периметрін есептеп көрейік, Егер манағы екінші тәсілімізді қолданайық. Егер барлық қабырғалары бірдей болса, онда оны 4-ке көбейтуге болады дедік, Ендеше П тең 6 көбейту 4. 6 мен 4-тің көбейтіндісінің мәні 24-ке тең екен. Келесі, тауықтарға арналған қоршаудың периметрін табуымыз керек. Бұл жерде балалар, манағы бірінші тәсілімізді қолданайық, Бірінші 6 метр мен 4 метрді бір-біріне қосып аламыз. 6 мен 4-тің қосындысының мәні 10-ға тең, және оны 2-ге көбейтеміз. 10-ды 2-ге көбейткенде мәні 20-ға тең екен. Сонда периметр тең, жақша ішіндегі 6 мен 4-тің қосындысы көбейтілген 2, мәні 20-ға тең. Келесі, қойларға арналған қоршауды өлшейміз. Балалар, көріп тұрғаныңыздай, қойларға арналған қоршаудың бұл көп қабырғалы фигура, Көп қабырғалы фигураның, егер қабырғаларының барлығы бірдей болса, бұл манағы екінші тәсіліміз сияқты, барлығын бір-біріне қосу арқылы, немесе қабырғаларының барлығын санап алып, бір қабырғасын сол қабырғасының санына көбейтуімізге болады. Мысалы, мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 қабырғасы бар екен. Бірақ қабырғаларының барлығы бірдей 4 метрден екен. Сонда біз 4 метрді 6-ға көбейтеміз. Сонда 4 метрді 6-ға көбейткенде бізде 24 метр болады екен. Жарайсыздар балалар, келесі тапсырмамызға көшейік. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазып, фигуралар
салу деп тақырыпты жазып, екінші тапсырманы дәптерімізге орындайық, иә? Фигуралардың қабырғаларын өлше. Дәптеріңе осындай фигураларды сал. Оларды латын әліпбиінің әріптерімен белгіле дейді. Балалар, ендеше дәптерімізге осындай фигураларды сызып алып, латын әліпбиімен әріптерімен белгілейік, иә? Және де бұл белгілегендеріңнің неше сантиметр екен, неше сантиметрден сызғандарыңды да жазып, осы фигуралардың периметрін есептеп жазыңдар. Екінші тапсырманы болғаннан кейін, балалар, үшінші тапсырмаға қараймыз. Бұл тапсырмада дәптермен жұмыс. Тіктөрт бұрыштардың периметрін есепте. Периметрі қалай өзгереді және неге өзгереді? Қарайықшы. Нұсқасына қараймыз. Ұзындығы 5 метр, ал ені ұзындығы 5 сантиметр, ені 3 сантиметр. Біз бұның периметрін табу үшін бірінші тәсілді қолданамыз. Яғни 5 пен 5-ке 3-ті қосып, оған тағы да 5-ке 3-ті қосамыз. Барлығын бір-біріне, 4 қабырғасын бір-біріне қосқан кезде бізде 16 сантиметр шығады, солай ма, балалар? Келесі нұсқасына қараймыз. Ұзындығы 5 сантиметр, ал ені одан 2 сантиметрге кем дейді. Балалар, бізде бұл жерде ені белгісіз болып тұр, иә? Егер ені белгісіз болса, біз 5 сантиметрден 2 сантиметрді азайтамыз. Сонда бізде 3 сантиметр қалады. Яғни, бұл жерде де ұзындығы 5 сантиметр, ал ені 3 сантиметр екен. Сонда біз 5 сантиметрді 2-ге көбейтіп аламыз. Оған қосамыз 3 сантиметрді 2-ге көбейткенімізді. Бұл жерде де, балалар, екінші тәсілді қолданып отырық, иә? Екінші тәсілмен шығарғанда, бұл төрт бұрышымыздың периметрі 16-ға тең екен. Келесі бұл нұсқасына қараймыз. 5 сантиметр және 1 сантиметрге кем. Ұзындығы 5 сантиметр, ені 1 сантиметрге кем. Яғни, біз 5 сантиметрден 1 сантиметрді азайтамыз, иә? Сонда бізде ұзындығы 5 сантиметр болса, ені 4 сантиметрге тең екен. Бұл жерде, балалар, үшінші тәсілді қолданып көрейік. Периметр тең 5 сантиметр мен 4 сантиметрді бір-біріне қосып аламыз. Яғни 5 пен 4-тің қосындысы 9-ға тең, және сол 9-ды 2-ге көбейтеміз. Сонда бұл жерде 18 периметрі 18-ге тең болады екен. Балалар, әр қайсысына әртүрлі тәсілдерді қолдандық, иә? Бұл тәсілдерді бір нұсқасына ғана қолдануымызға болады екен. Келесі теңдеуді шешіңдер. Балалар, теңдеуді шешуде мұқият боламыз. Яғни, біз теңдеуді шешкенде 3 көбейтілген x қосылған 50 тең 77, иә? Бұл жерде алдымен сол жақтан басталған өрнектерге мән береміз. Бірақ та сол жақтан бастағанымен де бізде ең алдымен көбейту амалы орындалады. Яғни, кез келген берілген теңдеудің ішінде сол жақта болсын, оң жақта болсын, көбейту амалы бар болса, сол көбейту амалының есебіміз басталады екен. Бұл жерде 3 пен x-тің көбейтіндісін түсіреміз. Яғни, және 77-ден 50-ді азайтамыз. 77-ден 50-ді азайтқанда бізде, балалар, 3 көбейтілген x тең
27 болады, иә? Енді балалар, x-ті табу үшін біз 27-ні 3-ке бөлеміз. 27-ні 3-ке бөлгенде бізде x тең 9 болады екен. Енді барлығын орнына қойып, келесі теңдеулерді де дәл осы жолдармен шығарамыз. Жарайсыздар балалар, енді үй жұмысына 5-ші есепті аламыз. Фигураларды өлшеп, олардың периметрлері бірдей фигураларды табамыз. Және қалай ойлайсыздар? Периметрлерінің мәні осындай тағы да фигураларды салуға бола ма? Осы тапсырмаларды орындап, маған жіберіңіздер.